сәлеметсіздер ме? Мен нөмір 16-шы Төлебай Аманов атындағы жалпы орта білім мектеп беретін мектептің 8-ші Б сынып оқушысы Меруерт сержан. Оқу оқушылар мектеп бағдарламасының аясында Бердібек Соқпаевтың "Мен атым Қожа" шығармасын оқып Қожа. Осы шығарманың ең маңызды кейіпкері, ең басты кейіпкері Жанар. Қожаның сынындағы қыз өте әдемі, дауысы да әдемі. Қожаның балалық шағындағы махаббаты десем болады. Жантас. Қожаның сыныптасы, өзінен қас жауы десем де болады. Сұлтан. Қожаның жан досы. Екеуі бірге күнде жүреді, күнде талай бұзықтық жасайды. Қожаның әкесі жылқышы болып істейді. 100-ші бетке дейін бұл Қожаның өзінің оқиғасы туралы айтылады. Ал 100-ші беттен кейін Қожа емес, оның орнына Бердібек деген жаңа кейіпкер келеді. Ол да Қожа секілді бұзық бала болады. Маған бұл шығармада ең ұнаған жері, Қожа өзі бала кезінде ақын болғысы келеді, Абай Құнанбаевтың жолын қуғысы келеді. Бірақ ол жолы болмай қалады. Оның жолына Сұлтан деген досы тұрады. Өйткені екеуі бірге бұзықтық жасайды. Қожа мектептен қуылмақшы болады. Соның кесірінен өзінің арманынан айырылады. Өзім жүрегімде елжіреткен кез ол Бердібектің анасы қайтыс болған кез. Бердібектің анасы қайтыс болады. Оның өмірі мүлдем басқа айналады. Ол өзінің бұзықтығын жасап, өмірін құртып алады. Бір күні оның әкесі өгей шеше алып келеді. Өгей шешесі мүлдем Бердібектің бауырына мүлдем қарамайды. Бердібектің бауыры ауыршаң болып кетеді. Балаға қарамағандықтан ол өзінің қолын ыстық пешке салып алды, қолы мүлдем бір-біріне қосылып істемейтін болып қалады. Бауыры ауыршаң болады. Ол Сүмбе деген ауыл болады. Сүмбе ауылына туысқандарына барады. Сол жақта оқиды. Туысқандарымен бірге өмір кешеді. Оның туысқандарынан өзінің туыс бауыры болады. Сол бауырымен бірге өзімен қатарлас. Ол өзі Қожаның қарағанда мықты бала болады. Сол екеуі күнде ойнайды, сабаққа бірге барады, сабақта бірге оқиды. Сол бала бірақ біраз көп сөйлемейтін, жуас бала болады. Осы шығармасын бүкіл балаларға оқуға кеңес беремін.